Армысыздар әлеумет, сіздермен бірге жас тренд жобасы. Құрметті достар, бүгін біз орталық алаңда 175 жылдық мерейтойы аталып өткелі отырған ұлы ағартушы ғалым ақын Абай Құнанбайұлының жастардан бұршымақ өлең сұрайтын боламыз, және бізге айтып берген жастарға біздің календары бар арнайлы сыйлықты тапсыратын боламыз. Ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар? Амансыздар? Биыл барлығымыз білеміз, Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы. Осыған байланысты Абай Құнанбайдың бұршымақ өлеңін айтып берсеңіздер. Жел үстінде жарғай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзін дірілдеп. Ақ киімді, денелі ақ сақалды, соқыр мұқау сықырлап келіп қалды. Басқан жері ақ қырау, түсі суық. Ақ киімді ақ сақалды, соқыр мұқау ақ киімді, денелі ақ сақалды, соқыр мұқау танымас жанды. Үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Мен Абай Құнанбаевтың «Құс» деген өлең оқып берсем, ақ киімді денелі ақ сақалды, соқыр мұлқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Ой, бәрекелді. Сіз? Желсіз үстінде жарғай. Желсіз үстінде жарығай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың маңы терең сай, тасыған көлдің өзен. Абайдың өлеңі ма, любой? Абайдың кез келген өлеңінен бұршымақ оқып берсеңіз. Күз өлеңі ғой, короче. Отқандай сыр болып түсіп қаптай аспан, күз болып тым құлтыман жерді басқан, білмеймін тоңғаныма тойғаныма, жылқы ойнап бие қашқан тай жарысқан. Жігіттер, сіздерше? Рахмет, сізге орталықтың атынан кішкене сыйлығымыз. Орталықтың ақпараты, адресі, мекенжайы және артында календарный. Жақсы, рахмет сізге. А его родственник Шакарим Кудайбердиұлы сказал великое выражение на все времена. Два солнца светит, Пушкин и Абай. Вот Пушкин и для всего мира, и для России, Абай и для всего мира, и для Казахстана. Почему? Потому что именно есть дом-музей, квартира Абая в Лондоне. В Германии есть улица Абая. Почему? Потому что он переводил Гёте и Байрона на родной свой язык. Это человек, достойный величайшей памяти. Шын жүректен я преклоняюсь. Қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Достар, біздің түсірілім барысында байқағанымыз, Абайды жастар тек мектеп қабырғасында оқитын секілді. Биылғы жыл Абайды жаңғыртуға үлкен мүмкіндік. Достар, Абайды оқыңыздар.